Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша есепке айнымалысы бар өрнектер құру тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз әріптердің берілген мәніндегі бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін табу. Балалар, біз өткен сабағымызда бірнеше айнымалысы бар санды және әріпті өрнектерді шешуді үйрендік. Енді біз есепке айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есепті шығару үшін қолдануды үйренеміз. Есіңде сақта, есептерді санды өрнек түрінде жазып шығаруға болады. Оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап ала аласың. Егер есептердің шартында санның орнына әріп тұратын болса, онда өрнекке шешімді әріптің көмегімен жазуға болады. Мысал ретінде мына есепті шығарайық. Бір барқытгүлдің бағасы d теңге, ал бір раушангүлдің бағасы одан 30 теңге артық. Енді біз бір раушангүлдің бағасын, 5 барқытгүлдің бағасын, 3 раушангүлдің бағасын және 5 барқытгүл мен 3 раушангүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектер жазамыз. Ең алдымен біз бір раушангүлдің бағасын табаймыз. Бір раушангүлдің бағасын біз d қосылған 30 деп аламыз. Себебі раушангүл барқытгүлден 30 теңге артық. 5 барқытгүлдің бағасы d көбейтілген 5. Оны 5d деп аламыз. 3 раушангүлдің бағасы d қосылған 30 көбейтілген 3 деп аламыз. 5 барқытгүл мен 3 раушангүлдің бағасы болатын өрнек құрамыз. 5d қосылған жақша ішінде d қосылған 30, оны көбейтеміз 3-ке. Ең алдымен жақша ішіндегі әріп пен санды жеке 3-ке көбейтіп шығамыз. Себебі санды және әріпті қосуға болмайды. Сондықтан біз жақшаны жеке көбейтіп шығамыз. Демек, біз 5d қосылған 3d қосылған 90 деп аламыз. 3 пен d-ның көбейтіндісі 3d болады. 30 пен 3-дің көбейтіндісі 90-ға тең болады. Енді өрнекті ықшамдап жазамыз. 5d қосылған 3d әріптері бірдей өрнектерді қосамыз. 8d қосылған 90. Бұны біз өрнектің шешуі ретінде аламыз. Міне біз есепке айнымалысы бар өрнектер құруды және оларды есептің шығару үшін қолдануды үйрендік. Ендеше келесі есепке назар аударыңдар. Есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығар. Өрнекті ықшамда. Бізге 2 килограмм алма және 6 килограмм алмұрт сатып алынды. 1 килограмм алманың бағасы x теңге. 1 килограмм алмұрт 1 килограмм алмаға қарағанда 70 теңге қымбат. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрттың бірге алғанда қанша теңге болатынын анықтайық. Енді біз бұл жердегі x-тің мәні 100 теңгеге тең болса, өрнектің мәні қанша болатынын есептейміз. 2 көбейтілген x қосылған 6 көбейтілген жақша ішіндегі x қосылған 70. Енді бұл жерге әріптің мәнін қойып шығамыз. 2 көбейтілген 100
қосамыз 6 көбейтілген жақша ішіндегі 100 қосылған 70. Ең алдымен бұл жерде біз жақшаны орындаймыз. Содан кейін көбейту амалын орындаймыз. 2 мен 100-дің көбейтіндісінің мәні 200-ге тең. Одан кейін ал 100 пен 70-дің қосындысының мәні 170-ге тең. Енді 6 мен 170-дің көбейтеміз. 200 қосылған 1020. Екеуінің қосындысының мәні 1220-ға тең. Біз өрнекті ықшамдап шарты бойынша есепті шығардық. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы 3-ші есеп оқулықтың 33-ші бетінде өрнектер құр. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.